Саршаяндар, міне мамыр айының мынау картасы, мынау тұрған сіздер, а мынау қарсы бетте торпақ белгісі. Бұл сіздердің осьтеріңізде орналасқан. Торпақ белгісінде парад ғаламшарлардың бірінен кейін бір кезекпен 5 ғаламшар осында тұрады бүкіл мамыр айы. Бұл дегеніміз сіздер торпақ белгісі, бұл сіздердің екінші беттеріңіз. Өзгелермен қалай араласуыңыз, былайша айтқанда бұл сіздер. Өзгелердің ақшасын жаулау, өзгелердің махаббатын жаулау, ресурсын жаулау. Міне, дәл осы жерде басқаларды қараңыз, басқа жерлерде ғаламшарлар емес, тура осы жерде ғаламшарлар топтасып қалған мамыр айында. Бұл дегеніміз тура сіздердің осы жерлеріңізде үлкен қозғалыстар, көп өзгерістер болады деген сөз. Міне, және ол біреуі жақсы болады, біреуі нашар болады, біреуі көңіліңіз көтереді, біреуі табыс түсетін, біреуіңіз жаңағы көңіл күйіңіз түсетін қым-қиғаш әртүрлі ситуациялар болады. Міне мынау партнерлар кездестіретін, махаббат кездестіретін, некеге тұратын, үйленетін, бала жоспарлайтын кезеңдеріңіз болады. Жаңағы ажырасатын, конфликтіге баратын да кезеңдеріңіз. Жұмыстан шығатын, жаңа жұмысқа тұратын, себебі партнерларға өзге жұмыс берушіңіз, махаббат, жар барлығы кіреді. Осы жерде сіздерде өмірлеріңізде мынау қастарыңыздағы жүріп жүрген қыз жігіт болса, енді қашан үйленеміз, қашан тұрмысқа шығамыз, қашан жаңа басқа елге қыдырамыз деген секілді вопростармен кей кезеңде сондай сұрақтармен кішкене бір конфликттерге барып, одан соң кішкене бір дау-жанжалға барып, кішкене бір кризистер арқылы одан соң барып көштің түзелуі, одан соң барып жарыққа шығу. Осындай ситуацияларда болады өмірлеріңіз. Онан соң сіздерде мысалы күндеріңіз арыстанда болып, асценденттеріңіз саршаянда болуы мүмкін. Немесе айларыңыз саршаянда болуы мүмкін. Ол кезде де бұл осы жылғы жорамалы сіздерге қатысты. Бұның барлығы нақты анықтау үшін айыңыз қай жерде, асцендентіңіз қай жерде, ол үшін профильде WhatsApp'та жоғарыда тұр. Сонда заказ бересіздер видео жазуларменен осындай астроболжам жеке аласыздар. Өйткені бұл жалпы келе бермейді. Өйткені әр адамның туылған кезеңі әртүрлі. Одан соң мына 6-шы салаларыңызда Марс тұр. Бұл дегеніміз иммунитеттің түсуі, денсаулыққа көңіл бөлу, бір дәрілер ішу, емханаға жүгіну, сауықтыру, жаттығулар жасау, одан соң үйлеріңізге ремонттар жүргізу, сатып алулар, мебельдер, бытовой техникалар алатын кезеңдеріңіз көп, қимылдар осы жерде Марста. Және ол шапшаң, тез болады, тез сатып алулар, тез денсаулық түзеулер, сондай кезеңдеріңіз болады. Онан соң 8-ші салаларыңызға Юпитер 12 жылда бір келіп тұр, міне. Көптен бері келмеген, бұл үлкен көлемді қаржылар, үлкен көлемді жоспарлар болады.